Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып жаратылыстану. Кенді пайдалы қазбалар деген не? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Сабағымыздағы тірек сөздер: кенді пайдалы қазбалар, байыту, балқыту. Өткен сабақтардан еске түсіретін болсақ, пайдалы қазба дегеніміз не? Пайдалы қазбалардың түрлері қандай? Кен дегеніміз не? Жер қабатынан қазып алынып, адам қажетіне жаратылатын пайдалы қазбалар деп аталады. Пайдалы қазбалар жер қыртысында, су астында, жер бетінде де кездеседі. Ал кен дегеніміз не? Жер қабағындағы пайдалы қазбалардың шоғырланып жиналған жерін кен деп атайды. Схемаға қарап, өткен сабақтарды еске түсіріп алайық. Жанғыш пайдалы қазбалар, бүгінгі өтетініміз кенді пайдалы қазбалар. Өткен сабақтардан бізге таныс. Қазақстан жер қойнауы пайдалы қазбаларға өте бай. Соның ішінде пайдалы қазбалардың 200-ден астам орындары бар. Кенді пайдалы қазбалар бүгінгі тақырыбымызға сай. Қазақстанның шығысы мен солтүстік батысында шоғырлана орналасқан. Әсіресе орталық Қазақстан мен солтүстік батыс, солтүстік шығыс өңіріндегі шағын кен орындар бар. Ал пайдалы қазбалар жер қойнауынан бірнеше металдардың жиынтығы түрінде кездесуі мүмкін. Ондай пайдалы қазбалардың түрлерін полиметалды пайдалы қазбалар деп атайды. Полиметал пайдалы қазбалары Кенді Алтайда, Текеліде өндіріледі. Бізде Алтай тауларында полиметалдың бірнеше түрлері кездеседі. Кендерді өндіріп қазып алу әдісінде шахталық, карьерлік әдіспен өндіріледі. Әсіресе кенді пайдалы қазбаларды карьерлік әдістерін көбірек өндіреді. Металдың көзін, металл кендерін өндіріп алғаннан кейін олар таза күйінде кездеспейді. Металл кендерін қоспа түрінде кездеседі. Тастармен, құмдармен қоспа түрінде кездескен металл кендерін бөледі, уытады, жуады, яғни құрамын бөліп ажыратады. Бұл үдерісті кенді байыту деп атайды. Осылай дайындалып, тазартылып алынған өнім әрі қарай домна пештеріне қорытылуға жіберіледі. Тау жыныстары байытылғаннан кейін домна пештерінде өндіріледі. Домна пешінің ерекшелігі биіктігі 10 метрлік үйлермен бірдей болады екен. Ал оның ішіндегі қызу температурасы 1500 градус Цельсияны құрайды. Яғни ол өте қызу жоғары температура металды балқытып, сұйық сияқты бір ыдысқа құйып алуға жарамды болады. Балқытылған металдар қалыптарға салынып, өндіріске пайдалануға жіберіледі. Қазақстандағы ең ірі домна пеші Теміртауда. Балалар, білесіңдер ме, біздің еліміздің мақтанышы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы осы Теміртаудағы кен орнында еңбек еткен. Еңбек жолын қарапайым жолмен бастаған. Осы Теміртаудағы домна пешінің суретіне қарап отырып, ол жердегі сұйық болып ағып жатқан балқытылған темірдің қалай өзгеріске ұшырағанын көре аламыз. Ал енді сол өзгеріске ұшыраған темірден әртүрлі бұйымдар жасалады. Қаңылтыр, сым, немесе қасық, кез келген темірден жасалған бұйымдар. Олардың қаттылығы, жұқалығы, түсі өзгеріске ұшырайды. Ал сендердің оқулықтарыңда Негеш инфографика құрастырыпты. Яғни кенді қалай біз пайдаланып, қажетімізге жарағаннан кейін қанша үдерістен өтті. Сол графикаға қарап, мазмұнын айтып беруге сұрақтары тұр. Сол оқулықтағы сұрақтарға қарай отырып, кен өндіру, оны байыту, балқыту және ең соңында дайын өнімді біз қалай пайдалануға жеткізетінін сол сұрақтарға жауап беріп таба аласыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда біз Қазақстан жері пайдалы қазбаға мол қорына бай екенін, кенді пайдалы қазбаның 200-ден астам түрі бар екенін білдік. Және де сол пайдалы қазбаны өндіріп, өндіру әдістерін де еске ала отырып,
пайдалы қазбаларды, кенді пайдалы қазбаны байыту, балқыту, домна пештерінде балқыту арқылы дайын өнімді пайдалану үдерістерімен танысып білдік.